Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізге математика сабағы. Математика сабағының тақырыбы қос теңсіздіктерді шешу. Сабағымыздың мақсаты қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. X артық 8-ден кем 11-ден қос теңсіздігінің шешімін қалай табамыз? Бұл балалар ат айтып тұрғандай қос теңсіздік, яғни екі теңсіздіктің бірігуінен тұр. Бірінші теңсіздік x артық 8-ден, екінші теңсіздігіміз x кем 11-ден. Бірінші жеке теңсіздігіміздің шешімін табайық. Бірінші теңсіздігіміз x артық 8-ден. Бұл теңсіздіктің шешімі 8-ден артық барлық сандардың жиыны болып табылады. Мысалы, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ары қарай кете береді, бұл шексіз. Ал екінші теңсіздігіміз x кем 11-ден. Бұл теңсіздіктің шешімдері x 11-ден кем сандардың жиыны болып табылады. Бұл 11-ден кем сандар 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Енді осы жиындардың қиылысуын, яғни екі жиынға да ортақ сандарды табамыз. Бірінші жиынымыз мынау, екінші жиынымыз мынау. Енді екі жиынға да ортақ сандар бұл 9 және 10 сандары. Екі жиынның қиылысындағы сандар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады. Балалар, жаңа сабақ түсінікті ме? Олай болса, кітабымыздағы 9-шы беттегі ережені бірнеше рет оқып, есімізде сақтаймыз. Енді балалар, тапсырма орындауға көшеміз. Бірінші тапсырма. Әріптері берілген жиынның ішкі жиынын құрайтын кем дегенде 5 сөз құра. Бізде А жиынның элементтері мына әріптер. Осы әріптерден 5 сөз құрап жазамыз. Мысалы, ас, тас, ары қарай өздерің құрастырып жазасыңдар. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Жиындарының қайсысы мына теңсіздіктің шешімдер жиыны болады? Мыналардың қайсысы жауабы болады, соны белгілейміз. Ал балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Бірінші теңсіздікті шешкен кезде мынандай жауап алдық. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екінші теңсіздіктің жауабы 5, 6, 7 болады. Қандай теңсіздіктерді шештік? Осы тапсырманы орындаймыз. 10-шы беттегі екінші және үшінші тапсырманы дәптерімізге орындаймыз.